Ақырында осылай әкке жақсылап жуып тазалап аламыз. Иіс-пиісінің бәрі жоқ болып кетеді. Жылдам әрі тез болады. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий, подписка жасап отырыңыздар. Достарыңызға тарқатып отырыңыздар. Қазір қоямыз. Жақсылап. Болмайтын да еді. Қандарын бәрін салдық. Маяқтағы өкпе бауырлатып, өкпелерді сал жерге салайық. Тұз сеуіп жібереміз. Дәмі болу үшін. Bismillah, қазанымызды ашайық. Мұны шыққанда қайнап болды. Енді осыларды сүзіп аламыз. Мына сорпа керек емес бізге бұл. Бұны төгіп тастаймыз. Мынаны бір шайып аламыз да. Сөйтіп микробтан өткізетін боламыз. Шыққандарын бәрін сүзіп алдық. Енді бұларды бір шайып аламыз мұндай суға. Содан кейін ет тартқыштан өткізіп, жаңағы майдалап аламыз да, пиязды бәрін қосып, құдай қаласа манты істейтін боламыз. Ас болсын бізге. Шамамен су, тұз, ұн, кішкене пістемай құйып жүреміз. Қамырымыз жақсы жол үшін, жұмсақ әдем болу үшін. Жақсылап илеп, қамырымызды
жұмсақтау етіп үйреміз. Қамырымызды илеп болдық, бетін жағып қоямыз. Масерктан жаңағы шек қарының барлығын өткіземіз. Пиязымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Пияздан кейін картошкамызды оны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді картошка, пияздарды шамамен қоса бересіздер. 2 картошка, 2 пияз, 1 сәбіз деген секілді. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Жақсылап араластырамыз оны. Кішкене пістемай құйып жібереміз. Жақсы болу үшін. Мантымыз жақсы шығу үшін. Егізола қамырымызды илеп, жайып, мантымызға дұрыстаймыз. Дұрыстап, жақсылап жаямыз. Орташалау етіп. Слишком жұқа емес, слишком қалың емес. Орташа. Мантының бетіне май жағып жібереміз, жұмсақ әдемі болу үшін. Астына да, бетіне де мантыны майлап шығамыз. Сосын барып оны қараңызшы қандай әдемі болып шықты. Енді 45 минутқа орташа отта қойып қоямыз. Мінекей, мантымыз пісті. Қандай тамаша, қараңызшы. Жегің келіп кетеді, я. Қараңыз, қандай дәмді болған, қандай көрініп тұр ғой, түрінен дәмді болып шыққандығы. Сочная, прям күшті болып шыққан манты.
Манты дайын болып шықты, дәмді болып тұр, көрініп тұр түрінен ақ. Енді оған Ташкент шайын ішеміз. Мантымен бірге. Лимон қажет, қара шай қажет, көк шай, мята, жалбыз, науат қажет. Солардың барлығын қосып Ташкент шайымен бірге манты жейміз. Астарыңыз дәмді болсын, осылай жасап көріңіздер. Есіқалда өсіп тұрған жалбызды қосамыз, науатты қосып. Керемет шай болады. Құрметті менің оқырмандарым, мінекей ташкентский шайды дайындадық. Енді осыны құдай қаласа қазір ішеміз.